Қымбатты көрермендер, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонағымыз келіп отыр студиямызға. Ол Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің басшысы Жеңіс Молдабеков. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңыңыз қалай өтті бүгінгі? Өте керемет, әдеттегідей жұмысқа деген құлшыныс. Дүйсенбі күн сіздерге де сәттілік. Рахмет. Бұқар Жырау музейінің әдебиет және өнер музейінің басшысы ретінде шақырып отырмыз енді өзіңізді. Жалпы енді музей жайлы тоқталып өтейік. Жұмыс барысы. Сізде жұмыс барысы қалай болып жатыр? Жұмыс барысы биыл өте жақсы басталды. Әрдайым айта жүреміз, елбасының биылғы жастар жылы деп жолдауының өзі бір ерекше биылғы жылды бастады деп айтуға болады. Біз секілді жастардың, сіздер секілді жастардың жұмысына бір тағы да бір шабыт берді деген бір дем берді деп айтсақ болады. Өйткені жастардың көптеген тілектері, пландары, жаңағы жоспарлары бар, жасап жүрген жұмысы бойынша. Жастарға елбасының ден беріп, жаңағы назар аударып, жастар жылы деп жариялағаны біздің музей үшін де бір керемет жаңалық болды. Өңірімізде білесіздер, көптеген жас ақындар бар, өнер адамдары бар. Солардың бір шамасына біз Бұқар Жырау атындағы әдебиет өнер музейінен кішігірім бір жастар залы деп, жастар залын ашып жібердік. Әрине жұмыс осылайша жалғасуда. Жалпы жолдаулар бойынша музейдің құнды жәдігерлерін халыққа насихаттау барысында біраз жұмыстар атқарылып жатыр, әрине. Жаңа жастар залына тоқталып кеттік. Әлеуметтік желіде суреттерден көрдік. Жас ақындар, соларға тоқталып өтсеңіз, онда жеке-жеке қойылды, суреттермен қойылды. Мысалы, қандай азамат, қанша азамат мысалы? Бұл жолғы қойылған 10 жастың экспозициясы ашылды өңіріміздегі. Белсенді, аты шығып жүрген. Бұл жылына экспозиция 3 рет, мүмкін 4 рет ауысуы мүмкін. Әрине, сол бір жылдың ішінде 4 рет ауысқан экспозицияда 10-10-нан есептей берсеңіз бір 40-қа жуық жастың еңбегі, өмір жолы музейден насихатталады. Енді биылғы осы жолға ашылған жастар залында жаңағы өңірімізден шығып жүрген Бейбіт Бөжен сынды үлкен ақын, жазушы, Қуаныш Шарманов сынды айтыскер ақын, жаңағы Айбек Оралхан бар, Бейбіт Қоныш бар, жаңағы сатирик, және өнер жолында жүрген Аймауытов театрының актері Қобыланды деген жігіт бар, және айтыс ақынгері, ақыны Алтын домбыраның иегері Аспанбек Шұғатаевтың да экспозициясы ашылды. Және Жақынбек Амантай білесіздер, ол да 8 қырлы, 1 қырлы жігіттердің бірі. Осы секілді біршама жастардың экспозициясы ашылды. Еламан деген жігіт бар. Сол сияқты. Жастарды қолдайтын 2 шара. Әрине бұл жігіттердің жаңағы енді музейді білесіздер, үлкен ұлы тұлғалардың экспозициясы орналасқан. Сол ұлы тұлғалармен тең дәрежеде деп айтуға болады. Ол кісілердің де, осы жастардың да экспозициясы тұрғаны, ол да бір үлкен дем береді, үлкен бір шабыт береді. Сәл де болса бір көңіл бөлудің бір жолы деп айтамыз. Елбасының әрине осы бір жастар жылы деп жариялағаны, жаңа айтып отырмын, барлық өңірге біздің белсенді жастарға өзін өзі көрсетуге үлкен мүмкіндік деп айтуға болады. Осылайша жалғасуда. Елбасымыздың одан бөлек рухани жаңғыру бағдарламасы белең алып, қазіргі таңда түрлі шаралар белсенді жүргізілуде. Рухани жаңғыру, одан бөлек ұлы даланың 7 қыры басталды. Соларға тоқталып өтсеңіз, оның төңірегінде қандай шаралар атқарылды жалпы? Рухани жаңғыру бағдарламасы елбасымыздың ол осы бір біздің музейге, осындай көне ұлы тұлғаларымызды, ұлы жәдігерлерімізді, ұлы істерімізді қайта жаңғырту деп санадық. Ал енді осыны жаңғырту жолында музейде көптеген шаралар атқарылған. Музей мектепке атты, және мектептегі оқушылардың оқулары, біздің өңірімізден шыққан үлкен тұлғалардың оқуын ұйымдастырып, өлең, ақындық, өнер жолын насихаттау барысында деп айтуға болады. Біршама жұмыстар атқарылып отқан. Ал енді мынау ұлы даланың 7 қыры бағдарламасы, мақаласы, бұл да бір тағы да бір қосымша жақсы бір біздің өткенімізді еске алып, өткенімізді жаңғыртатын сондай бір мақаланың бірі болып отыр.
оның ішінде әртүрлі жаңағы салалар бар ғой. Тармақ мынау архив 2020-25 бөлімі бар, ішінде айтылып өткен. Ол осы біздің құнды жәдігерлерді, құнды мұрағаттарымызды электрондық нұсқада цифрландырылған бағытта сақтап және оны насихаттау болып есептелінеді. Ол жөнінде де біздің музейімізде бір зал ашылған, музей бұрышы. Ол залда осы тұлғаларымыздың электрондық жаңағы өмір жолының шыққан кітаптарының жаңағы электрондық нұсқасын QR код арқылы және жаңағы электрондық нұсқада дискіде экспозицияға қойған болатынбыз. Және кешегі айтылып өтірген басқа да ұлы даланың ұлылары атты бір бағыты бар. Ол жерде де біздің осы өңірімізден шыққан жаңағы Бұхар жырау бабамыздан бастап Мәшһүр Жүсіп, сол сынды көптеген ұлы тұлғаларымыздың өмірін насихаттау болып табылады. Сол жөнінде де біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Әрине музейдің мүмкіншілігіне қарай атқарылып жатыр деп айтуға болады. Керемет. Жалпы енді кешіңіз сөзіңізді бөлгеніме, сіздер енді мықты жобаларды енді қолға алып жасап жатыр екенсіздер, ал жастар жағынан көзқарасы қалай енді, қызығушылығы дегендей? Жастар жағынан қызығушылық бар, әрине, жоқ деп айтуға болмайды. Оны арттыру керек, оны қызықтыру керек. Мысалы үшін биылғы жаңағы жастар жылы деп жатырмыз, және мынау Алаш арысы Жүсіпбек Аймауытовтың 130 жылдығына да арнап жас толқын атты жас прозашылар конкурсын ұйымдастырып жатырмыз. Ол республикалық деңгейде болады. Әрбір облыстан шақырсақ па деп отырмыз. Үздік жаңағы прозашы жастар. Бізде ақындар, жазушылар біршама бар, ал прозашы деген ол сирек екен. Сол прозашыларды, сирек жастарды іздеп тапсақ, солардың конкурсын ұйымдастырсақ деген ой болып жатыр. Бұл да бір жастарға көңіл бөлу. Осы бір Жүсіпбек Аймауытовтың жаңағы жалпы өңіріміздің ұлы тұлғаларын насихаттауда, жастардың санасына құюда, өткенімізді ұлықтауда сіздер бірқатар жұмыстар атқарып жатырсыздар екен. Жаңағы электрондық форматқа, цифрландыруға көшейікші. Қаншама жұмыс атқарылды? Жалпы көлемді ме, әлі де жасалып жатыр, жасалына ма, яғни? Әлде бұл осымен, яғни сіздер әлі, мысалы... Бұл бастамасы, әрине. Бұл тек қана бастамасы. Өйткені цифрландыруға біздің өз еліміз енді көшіп жатқан жоқ па. Соның ішінде музейімізде қалыс қалмай цифрландыру бағытына көшіп жатыр. Жаңағы айтып отыр, құжаттары, артынан қалған мұралары, еңбектері, өмір жолы, және бізде сақталған қолжазбалары, ол келешекте енді қанша дегенмен жойылып кетуі де мүмкін. Қанша дегенмен сақталып тұрған нәрсенің өзі уақыт өте келе көнере береді. Соны электронды нұсқада сақтап қалсақ, соны насихаттай білсек, осы бір 2020-25 бағдарламасы бойынша жұмыс атқарылып жатқан деп есептейміз. Жақсы. Керемет. Жалпы біздің қонағымызға сауалдарыңыз болса, тікелей эфир нөмірі 557640. Біз бағдарламамыз жалғастырамыз, қымбатты көрермендер. Бүгін бізді студиямызда қонақта Бұхар жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің басшысы Жеңіс Молдабеков келіп отыр. Сұхбатымызды қайта өрбітейік, жалғастырайық. Жалпы енді осы жақын арада Шәкен Аймановтың дүниеге келгеніне 105 жыл толды. Осыған орай сіздер айтулы шара өткіздіңіздер, тоқталып өтіңіз. Жалпы қандай шара өткіздіңіздер? Бұл бір жақсы шара болып өтті. Өздеріңіз жаңа болдыңыздар. Жалпы Шәкен Аймановтың өмір жолына байланысты, кино режиссерлік өнеріне байланысты қысқаша бір мағлұмат беріліп, 15-20 минуттың көлемінде. Сосын киносын көрдік. Ол жерде оқушылар болды, зиялы қауымнан болды. Әрине бұл біздің дара тұлға, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз деп айтуға болады. Шәкен Аймановтың режиссерлік таланты. Әрине ол да біз секілді жас болды, ол да біз секілді ізденді, жұмыс істеді. Өзінің режиссерлік деңгейіне өзі жетті деп айтуға болады. Сол нәрсе еңбекпен келіп отыр. Әрине соны өскелең ұрпақ оқушылар білсін деген мақсатта сондай бір қысқаша кино лекторы ұйымдастырылды музейіміздің. Бұл енді Жүсіпбек Шәкен Айманов атындағы кинотеатрда болса, бірінші бастамасы. Келешекте музейде жалғасады.
сосын мектептің залдарында және де басқа еркін форматта осылай жалғасады деп айтамыз. Әртүрлі киноларын беріп, сол киноның тарихы туралы Шәкен Айманов атамыздың жаңағы өмір жолы жайлы, еңбегі жайлы әрине біз бағалай білуіміз керек. Музейіміздің қорында ол біз Шәкен Аймановтың бізде өмірінің соңында киген жаңағы дубленкасы сақталған, және мынау Алдар көше фильмінде киген бөрігі бас киімі сақталған. Соны біз музейімізде ғана емес, осындай жерге де бір шығарған сәтіміз болды. Жақсы. Осындай құнды жәдігерді ол қашан келіп еді ол сол дубленка? Құнды жәдігерлер музей ашылғаннан кейін, біршама жылдан кейін тапсырылған екен. Ал енді мен өзім келгеніме бір жылдан енді ғана асты ғой. Біраз жұмыстарды енді зерттеп біліп жатырмыз. Біраз қорымызда былтырдан бері толып жатыр. Бұл жәдігерлерді өзінің артынан қалған туыстары өткізген болатын. Осылайша жаңағы қор толыға береді. Жаңағы былтыр 2018 жылы жаңағы біздің Мұзафар Әлімбаев жас балалардың жаңағы жазушы ақыны, жаңағы біздің балалар әдебиетінің үлкен қалыптастырушысы. Сол кісінің жаңағы жәдігерлерімен толықты. Біраз дүниелермен киімдері, домбырасы, қолданған жаңағы ручкасы деген сияқты. Біздің Суат Әбусейітов, біздің өңіріміздің азаматтары, оларында қолданған заттары, яғни сіздердің жеке заттары. Иә, жалпы жаңа ғана айтып өттік, Шәкен Кенжетайұлының жалпы қазақ өнеріне, қазақ киносына, одан бөлек театрға да салған үлесі өте зор. Шын мәнінде бұл өте мақтанарлық жағдай. Біз осы Баянауыл өңірінен шыққан азаматтардың бірі ғой. Мұзафар Әлімбаевты өзіміздің жерлесіміз болғандықтан, олардың заттарының осы музейге өткізіліп, қорда сақталған, шын мәнінде бұл өте маңызды. Себебі жерге тапталмай, мысалы, қалмай, тек қана балаларға, мысалы, жас ұрпаққа олардың насихатталғаны көрсетілген, менің ойымша, үлкен бір сеп, үлкен бір жұмыс деп санаймын. Одан бөлек, жаңа ғана бастау алды деп жатсыз, жұмыстардың барысы, жыл жаңа басталды дегендей, ендігі жұмыстарыңыз, жыл, мысалы, жыл аяқталға деген қандай жоспарларыңыз бар жалпы осы музейдің, жалпы жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз? Жылдың соңына дейінгі жоспарлар биылғы жаңағы атаулы мерейтой иелеріне байланысты жақында келе жатыр ғой. Біздің өңіріміздің жаңағы зиялы қауымдары, және соның ішінде Арман Қани, ақын жазушы, жазушылар одағының төрағасы, Алаш сыйлығының иегері, сол ағамыздың да биылғы мерейтойы 22-сіне 70 жылдық. Сол кісіге мерейтойына орай музейімізде әдеби кеш өтеді. Ол кісінің жаңағы еңбегі жайында, артынан қалдырып жатқан мол мұралар жайында. Сол секілді біраз жаңағы айтып өттім, жас толқын атты прозашылар конкурс тұр республикалық. Және мынау музей мектепке атты жаңағы акция шаралары бар. Осы сияқты жоспармен әдеттегідей музейдің жұмысы жалғаса береді. Жаңа айтып өттіңіздер, біздің музей өңірімізден шыққан қаншама ұлы тұлғаларымыз бар, ақын жазушылар бар, академиктер бар. Соның бәрінің басын қосып ашылған, сол жерде мұралар сақталған, сол жерде сол кісілердің өмірбаяны жайлы насихатталатын бірден бір мекеменің бірі, ол әдебиет өнер музейі осы Бұқар Жырау. Сол кісілердің өмір жайында көбінесе біз мектептерге, садиктерге, балабақшаларға жаңағы лекциялармен, ертегілермен, жақсы шаралармен шығып жатамыз. Музейдің жылдық жоспарлары бар, ұлы дала фестивалі бар. Оған да біздің музейімізден атсалысатын сәттеріміз бар. Наурыз мерекесі келе жатыр. Сол секілді жалғаса береді. Жаңағы елбасымыздың жолдауы болды ғой, ұлы даланың 7 қыры. Сол ішінде дала фольклоры атты бір бағыты бар. Ол осы өңірімізден шығып, ауыз әдебиетін, аңыз әңгімелер, бата, сол секілді дүниелерді, ауыз әдебиетін үлкен жаңағы ауылдың әрбір ақсақалы болады. Сол кісілермен сұхбаттаса отырып, сондай бір ауыз әдебиетін жинақтап қайту жоспарланып отыр.
осы бір мақаланы жүзеге асыру барысында және музейдің қорын толықтыру барысында және музейдің қорларында сол осы өңірімізден шыққан көптеген тұлғалардың да туған туыстарын аралау, солардың мәліметтерін, қорларын жинақтау мақсатында болып отыр. Жалпы біздің көрермендер қауымы жуық арада қандай сіздердің шараларыңызға немесе айтулы көрмелеріңізге бара алады? Тікелей эфирде айта аласыздар? Әрине, біз тамашалап отырған көрермендер бар деген сияқты. Жақын күндері қандай шаралар? Жақын күндері біздің жаңағы осы 1-2 күн ішінде жаңағы 22-сіне Арман Қани ағамыздың әдеби кеші өтеді. Соған келіп Соған ғана келіп тамашалаңыздар. Музей әрдайым демалыссыз, есігі әрқайы ашық, айқара ашық. Музейдің тыныс-тіршілігімен танысып, осы бір тұлғаларымыздың өмір жолымен танысып, жастар залы ашылып жатыр. Өскелең ұрпақ осы бір орта буын жастарға еліктеп өссін деген сондай мақсатпен ашылып отқан залды келіп жастар тамашаласын. Сол секілді басқа да үлкен шаралар келіңіздер. Шын мәнінде жасап жатқан жұмыстарыңыз, игі істеріңіз әрқашанда берекелі болсын, музейлеріңіздің қоры құнды жәдігерлермен толыға берсін, осы бастап жатқан әр істеріңізді, яғни еңбектеріңіз жемісті болсын деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Сіздердікі. Біз енді эфиріміздің уақыты шектеулі болғандықтан таңғы уақытыңызды бөліп, арнайы келіп бізбен сұхбаттасқаныңызға сізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Сіздерге.